Өзіме бургер алып шығам, сен не дейсің? Hemen жолдан ролтын алсам керек емес ештеңе. Менің эконом роднойым. Достым, прикинь, үйдегі счетчиктің бәріне магнит қойып тастадым, айналмайды ғой, короче. Родной такси шақырсай? Қумашығын таксиді не қыласың, орында автобуспен барайық та, қалғанына сэндвичпен бір кола алайық, болды ранна. Тыңқиып аламыз. Родной алдың, короче, қызым ресторанға апарсай деп қоймайды да ше, қағанаттан бірақ шығарғасың ғой. Кеше 16.700 теңге стипендия түседі да, 16 теңгесін үйге жіберіп, 700 теңгесін проезд алып қаласың ғой. Қызым гүл деп қоймай қойды да, акиматтың алдынан бір 5 розаны жылдым да, үйде газет болған, газетке орап, жаным сен дедім ғой. Насылайын тастап, темекі тартып үйрен, сұлытшы. Темекі 670 теңге тұрады, насылай 80 теңге тұрады. Қатос сен киімдерді қайдан аласың? Мен ба? Секонд-хенд қорады, ана жерде килограммдап тұрып сауап аласың ғой. Машинаға қызығатындардың типтері. Бля, брат, мынандай машина қашан айниды екенбіз біз? Пусть они кайфуют за деньги родители, зато мы сам. Осы күнімізге шүкір. Темір ғой былай қарап тұрғанда. Не істейсің оны? Қалам бір айналасың, бензинге 20 мың кетір. Қош? Бұл да бір семе. Майын ауыстырып, ақша құйып тұрмасаң жүрмейді бұл да. Бля, мынандай машина қашан алады екенбіз оста? Көтің қыстың 100 теңге проездге таппай отырсың ғой. Короче, бір Жигули сатып алу керек та, соны жөндеп, BMW-ға ауыстырып, BMW-ні жөндеп, мынандай ала салу керек қой. Смело бір. Брат, мынандай машина қашан алады екенбіз? Иә, достар, егерде дәл осы машинаны ұтқыларыңыз келсе. Сәке, менің бір айлық доходым $10 миллион ғой. Мәкесі, мені Forbes журналының бірінші бетіне қойып жатыр ғой. Аға, өтініш, маған бір ақша тастап көмектесіп жібер. Мә, 500 теңге. 500 2000 ғой. Сен жолдас балама 2000 теңге өттір. Сен маған 500 теңге өрді, жағдай жақсы кен. Менің жағдай жақсы? Байын ол. Мә, 5000 теңге. 5000 теңге брат, сен 2000 теңге өрді, сен бейшара келсің. 5000 теңге. Бір сумка ақша. Ма, саған машинамның кілті яқтың кілті. Франциядағы имуществоның документі. Ресторан бизнесін кілті мынау. Мен қатыным, отыр, Францияның мисі болғанда 3 рет алған. Сен маған жетпейсің бәрі, түсіндің бе? Соңғы қымбат киімім мынау. Мынау мен соңғы маскым. Мен как кредит жігіттер, өздерің ұса беріңдер. Мен қайта берейін қатынмен. Қайтқанда неме қайта бір 500 теңге алайық. Тарты қолыңда болмыз, бейшара, кедей. Құрындар бар яқа. Жынды ма біреуін ақшасы жармасып. Кет, фас! Саламатсың, доставка. Уже келдіңіз ба, рахмет. Жан, біз бірге болғанымызға уже бір жыл. И менде саған сыйлығым бар. Қандай? Вуаля! Рахмет. Менің де бір жылдығыңызға орай сыйлығым бар. Қандай? Тадам! Жан. Подарокты қайдан алдың? Флэвер деген приложениеден алдым. Бақыттымыз ғой. Осындай досың, по-любому бар ғой. Досым, сен басың формасы бір түрлі? Просто бесікте жатпаған ба? Қалай? Осы не обед жемейсің, түсінбеймін. Сол енді жемеймін ғой. Әпше жемейсің ба? Мантыныкін ғана жеймін. Кішкентай сосын тырнағын өшіп аласың. Ұнайды просто өзіме. Кайф қой. Осы сен әлі Samsung ұстайсың, ә? 2012-ден бері ұстаймын ғой. Просто iPhone ұстай алмаймын. Осы досым, шеққарын қалай жейсің сен? Ұнайды маған. Просто кайфын түсінбейсің сен. Досым, бір күйгеннің ба, бірдеңен ешіп тұр, сесіп тұрсың ба? Мен мұрным ес сезбейді просто. Айжан бар ғой. Сол ұнап жүр маған. Бля, кетші досым, серьезно? Ой, бля, қойшы. Просто маған сондай толық етті қыздар ұнайды да.